Қайырлы күн, қоғамдық коммуникация орталығының көрермендері. Сіздермен әдеттегідей мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Құралай Алтынбек қызы бүгін өзімді кітапханашы маман ретінде сынап көретін боламын. Ендеше бастайық. Ақтаудағы Қабиболла Сыдиықов атындағы облыстық әмбебап кітапханасы өз жұмысын 1973 жылы бастады, ал жаңа кітапханаға 2021 жылдың қарашасында көшті. Қазір кітапханада 400 мыңнан астам кітап қоры мен миллионнан астам мерзімді басылым бар. Кітапханаға кірген кезде ең алдымен көзге түсетін дүние бұл қабырғада салынған қазақ әдебиетінің қалыптасуына үлес қосқан тарихи тұлғаларымыздың суреттері. Мысалға, мына жерде қазақ поэзиясының жаңа леп алып келген Фариза Оңғарсынова апамыз, сондай-ақ Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Абай Құнанбаев, сондай-ақ Сәкен Сейфуллин аталарымыздың, Мұхтар Әуезов аталарымыздың бейнелері көрсетілген. Кітапхана өкілінің айтуынша, мұнда жылына 37 мыңнан астам оқырман келеді. Соңғы үлгіде жабдықталған кітапханада 9 бөлім бар. Мақтанышпен айта аламыз, жастар көп келеді кітапханаға, балалар көп келеді. Отбасылық қазір отбасымен бірге оқимыз деген жобалары бар бізде. Кітапханада 9 бөлімі бар кітапханада. Балалар бөлімі, жасөспірімдер бөлімі, оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі. Соның ішінде бөлінеді шетел әдебиет залы, мерзімді басылымдар залы, өнер секторы, түрлі бөлімдері, залдары жұмыс жасайды. Сондай-ақ облыстық әмбебап кітапханада көзі нашар көретін және зағип жандарға арнайы секция қарастырылған. Арнайы бөлімнің жұмысымен танысып қайттық. Келесі кезекте мен кітапханашы ретінде арнайы оқырман билетін ашатын боламын. Қазір мен Қабиболла Сыдиықов атындағы кітапхананың оқу залына келдім. Мұнда оқырман билет арқылы оқу парақшасын ашуды үйренетін боламын. Ол үшін маған осында жұмыс жасайтын Бибігүл апайымыз қол ұшын созатын болады. Ең алдымен кітапханаға келіп, кітап алу үшін маған оқырман парағын толтыру керек. Оқырман парағында ең алдымен тегі жазылады. Мен мұнда өз фамилиямды жазамын. Және оқырманның аты жазылады. Сондай-ақ туған жылы. Оқырман парағын ашқаннан кейін өзіме қажет кітап таңдау қажет. Оқу залында жаңа келіп түскен әдеби кітаптар бар екен. Қазір өзіме таңдаймын. Міне мысалға, мына жерде Абай атамыздың 175 жылдығына арналған көптомдық абайтану кітабы бар екен. Авторы Мекемтас Мырзахметұлы дейді. Мен осы кітапты алайын. Қазір бөлімі бойынша тіркейтін боламыз. Және де онда көптомдық Ақжол газеті дейді. Сол кітап бар екен. 18-ші томын алайық. Қазір осы кітаптарды тіркейміз. Маған Бибігүл апай тағы да көмектеседі. Керек кітапты таңдап алдым. Енді оқырман қағазына деректерін енгізетін боламын. Берілген күніне бүгінгі күнді жазамыз. Содан соң инвентарлық нөмір кітапты ашқанда бірінші бетінің сол жақ бетінде кітаптың нөмірі, инвентарлық нөмірі жазылады. Кітапханашы маманы ретінде өзімді сынап көрдім. Кітап құмар жан ретінде мұнда өткізілген бір күнде керемет әсер алдым деп сенімді айта аламын. Құрметті көрермендер, осымен мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Мен бүгін өзімді кітапханашы ретінде сынап көрдім, бірнеше бөлімде болдым. Және бұл жұмыс бір айтарым шыдамдылықты қажет етеді, және де икемділікті, ұқыптылықты қажет ететін сондай бір мамандық иесі екен. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.